Бәріңе сәлем, көптен бері жоғалып кеттім ба? Мен күйеуім барып, қайнапамның үйінен осындай хлеба печкасын алып келді. Яғни қамырды өзі илейді, өзі пісіреді, в общем, дайын қылып береді ғой. Рахат екен. Әжде күйеуім өзі андай рецептілерін, нелерін бәрін оқып жатыр, журналын ше. Мен болсам осының ішіндегі мусорын тазалап жатыр, мә түбіне деген жиналып қалады екен. Соны мен тазалап жібердім да, сосын түбіне аштыққа салдым, оның бетін ұнмен жауып тастадым. Сөйтіп оның бетіне тұз бен қантты салдым. Одан кейін холодильниктен нені алдым, май мен жұмыртқаны алдым да салып жібердім. Одан кейін бетіне су құйдым. Сөйтіп әйтеуір анаған салайын десем, бүйтіп бұрап бірдеңе қылып бекітеді екен. Сонымен күйеуім істеп берді. Күйеуім айтып тұрды, мына жерде басып тұрдым, таңғы сағат нешеде пісірген қалайсың дейді. Сосын 7:30-да дайын болсын дедім. Сонымен уақытты қарасам 6 сағат 21 минуттан кейін піседі деп тұр. Сосын жаңа қарасам 5 сағат 57 минуттан кейін піседі деп тұр. Яғни сағат түнгі қазір 1:30 болды. Азанда ыстықнан жейміз бұйырса. Достар, бәріңе сәлем. Кеше хлеба печкада алғаш рет пісірген наным қалай болды деп барлықтарыңыз сұрап жатыр екенсіздер. Өйткені видеом ретке шығып кетіпті. Жалғасын салыңызшы деп, енді осы салайын деп жатырмын. В общем, бір қызық жағдай болды. Таңғы сағат 5:30-да кухняда бірдеңе тықыр дейді. Сөйтіп күйеуімді түртіп ояттым. Жан барып қарашы, ана жақта кухняда дейтін тышқан жүрген сияқты бірдеңе қытырлап жатыр десем, сосын барып есімізге түсті, хлеба печка екен. Қамыр илеп жатыр ғой деп. Сонымен 7:30-да піскен ғой, осылай үйдің іші деген пекарня болып иісі шығып жатыр. Мұрнын жарып оятып жіберді ғой. Сонымен мен балам дейміз баттым да, күйеуіме айттым, жан барып нанды алшы, әйтпесе табаны буланып кетер, суланып кетер дедім да. Сосын айттым, барып алшы дедім да. Сөйтсем ол барып видеоға түсіріп, бәрін видеоға түсірген күйеуім ғой, өзі кесіп қасқа маңдай ай деп қойып дейсің ғой. Сөйтіп жүргенде, в общем, өзі хрустящий қылып, күшті қылып ыстық кезінде жепті. Ал мен болсам суып кеткеннен кейін жедім, күшті піседі екен. Сосын күйеуіме айттым, осындай нәрсе маған керек, әпер